Пасха аралы несімен ерекше? Пасха аралын жергілікті жұрт Рапануи аралы деп атайды. Бұл арал тас мүсіндерімен әйгілі. Олардың биіктігі шамамен 20 метр. Ал салмағы 250 тонна. Соншалықты ауыр ма? Иә, аралда бас аяғы 900-дей мүсін бар. Оларды кім жасағаны және аралдың әр жеріне қалай тұрғызғаны әлі де жұмбақ. Бұл Ранора Раку жанартауы. Әлгі мүсіндерді осы жанартау жынысына жасаған деген болжам бар. Толық жасалмаған мүсіндер көп екен. Неге аяғына дейін жасамаған? Нағы жұмбақ осы болып тұр, Натель. Сол себепті тас мүсіндердің құпиясын ашуды көздеген туристер Пасха аралына көптеп келеді. Мобика, қараш! Анау адамдар шағын ешіктер салуда. Тұратын жерлері жоқ па? Жоқ, Нотель. Олар кемпинг құрып жатыр. Кемпинг? Ол не? Кемпинг дегеніміз жазғы лагерь. Яғни туристер шатыр орнатып, табиғат аясында түнейді. Бәлкім бізге де кемпинг орнату керек шығар. Әрине, бірақ қалайша? Мобика, сенде талай сырда ашатын интернет бар емес пе? Рас! Бізге бірнеше қазық керек. Анау жатқан шыбықтар жарап қалар. Ой, интернетте ұзақ отырғандықтан қуатым таусылуға жақын. Қазір саған пауэрбэнк алып келейін. Қандай әдемі! Әрі тып-тыныш. Мобика! Тұр! Бір шу шықты. Жүрші барып көрейік. Нотель, бұл адамдар... Мүсіндерді ұрламақшы. Не істейміз? Оларды бейнекамераға түсіріп, жергілікті полицияға жіберейін. Ай, жарық аз, түк көрінбей тұр. Жарық түсіруге болатын шығар. Дұрыс айтасың, камерамда түсірімнің түнгі режимі бар ғой. Күшті, анық көрініп тұр. Белгісіз адамдар Пасха аралынан мүсіндерді ұрлап әкетпекші. Бұл адамдарды тоқтату керек. Мен полицияға хабарласам. Жүзеге асқан тәрізді. Қазір полицияны шақыртады. Дұрыс-ақ. Күшті, жиһангез достар, жарайсыңдар. Иә, сендер Пасха аралының мүлкін сақтап қалуға көмектестіңдер. Сендер болмасаңдар, олар көне мүсіндерді жоқ қылар еді. Мақтасың, Мобика!
Екеуміз де мықтымыз,